Асан екеуміздің тағдырымыз тоғысқанына көп бола қойған жоқ. Үйленіп шаңырақ көтергенімізге бар жоғы 7 ай ғана өтті. Бірақ осы аз уақыттың ішінде талай нәрсе бастан өткендей сезінемін. Асан екеуміз алғаш рет кездескенде оның өмірі біраз аласапыран күйде еді. Сол кезде ол бұрынғы әйелімен ажырасып қайта қосылып жүрген шағы болатын. Біреудің отбасына араласып арасына түстім деп ойламаңыздар, мен келгенде ол шаңырақ баяғыдан бері сетіней бастаған, айрандай ұйған отбасы еместін. Асанның өзі темір жолда жұмыс істейді, қарапайым еңбек адамы. Қате айтпасам, механик қызметінде. Жасы қазір 47-де. Ал бұрынғы жұбайы өзінен 5 жас үлкен, екеуінің ортақ 2 баласы бар. Ұл мен қызы. Балалары ересек, өз жолдарын тауып келе жатқан жандар. Соңғы 3 жылда әйелі Ақтауға вахталық жұмысқа кетіп, табысы Асаннан әлдеқайда жоғары болыпты. Ақша табу жарысы басталған сайын, олардың арасындағы жылы қатынас суи түскен. Асан өзі жиі айтып отырады. Басында бәрі жақсы еді. Бірақ соңғы жылдары мен көп таптым, мен әкелдім, мен алдым деген сөздер көбейген сайын, жүрегім суи берді дейді күрсініп. Мен оның әңгімесін тыңдағанда жанымен түсінемін. Ақшадан да мансаптан да биік түсіністік, сыйластық екенін екеуміз де жақсы білеміз. Мен ешқашан одан сен қанша табасың, неше аласың деп сұрап көрмеппін. Ондай әңгіме бізде болмайды. Асан өзі-ақ көмектесіп жүреді. Бірде 50 мың теңге, бірде 80 мың беріп қол ұшын созып отырады. Мен де ешқашан осынша бер деп қыспаймын, бетіне қарап сөз айтпаймын. Қайта оның әрбір көмегін іштей үлкен құрметпен қабылдаймын. Биыл мен 40 жасқа толдым. Бұл мен үшін бір белес, өмірдің жаңа тарауы секілді. Туған күнімді жаныма жақын достарым мен туыстарымның ортасында атап өткім келді. Сол сәтте де Асан қасымнан табылды. Кафеге дастархан жайып, бәрін ұйымдастыруға көмектесті. Сенің туған күнің менің де қуанышым деп, өз қолымен гүл шоғын ұстатып келген сәтін ешқашан ұмытпаймын. Қуанышты күндерім ұзаққа созылмады. Бір кезде өмірім жаңа тыныс алғандай болып, бәрі өз орнын тапқандай көрінген еді. Бірақ уақыт өте келе сол тыныштықтың астында бір белгісіз мазасыздық бас көтерді. Жүрегім ауыр, ойым сансақта. Менің қателігім бе, әлде тағдырдың сынағы ма, соны ажырата алмай далмын. Асан екеуміз шаңырақ көтеріп, бірге тұра бастағаннан кейін, оның бұрынғы әйелі бір түрлі өзгеріп кетті. Бұрын үндемей өз тіршілігімен жүрген адам енді күн сайын мазасын алатын болып шықты. Әуелде мен оны жай қызғаныш деп қабылдадым. Бірақ уақыт өте келе бұл жай ғана қызғаныш емес, бәлкім жоғалтқанын кеш түсінген өкініш шығар деп ойлай бастадым. Асанның өзі де аң-таң. Бұрын менің барымды байқамайтын еді, енді күн сайын жазып, қоңырау шалып маза бермейді дейді, шарасыз күйде. Шынында да соңғы кездері оның телефон үнінен менің ішім тыз ете қалады. Кейде кешкі ас үстінде отырғанда қоңырау шалады. Бірде давлением көтеріліп кетті дейді, бірде үйдегі газ плитасы бұзылды деп сылтау айтады. Әйтеуір бір себеп тауып, Асанды өзіне тартуға тырысқандай. Мен осындай сәттерде үнсіз қалам. Ашуға берілмеймін, өйткені білем, дау жанжалмен махаббатты ұстап тұру мүмкін емес. Бірақ шымалай дүлей, бұрынғы әйелімен қайта жақындасып кетпесе екен деген қорқыныш мені мазалайды. Әуелде тек күдік еді, кейін шындыққа айналғанын өз көзіммен көрдім. Ол сәт жүрегіме пышақтай қадалды. Сенімнің үзіліп түскен дыбысы бар ғой, дәл сондай бір үн естігендей болдым. Сол сәтте не істерімді білмедім, ашуланып, ұрыс шығарайын десем, табиғатым жуас, мінезім сабырлы. Бірақ іштегі отты сөндіру оңай емес екен. Бір күні кешкі ас дайындап жүрсем, WhatsApp-ыма хабарлама келді. Күнделікті чаттан болар деп ашсам, бөтен номер, бірден авасына көзім түсті. Асанның бұрынғы әйелі. Видеоны аштым. Үстімнен мұздай су төккендей меңіреу секілді отырып қалдым. Асан осыдан 1-2 күн бұрын командировкаға кеттім деп бір күнге үйден кеткен еді. Сол күні бұрынғы үйіне барып қонған екен. Екеуінің махаббат тізгінін көрдім. Видео 3 минутын ғана қысқартып жіберген. Асан оны қатты шапалақтап ұрғылап жатты, жан даусы шығып тәтті аналап жатқан әйелдің даусын естігенде, араларында әлі де бір махаббат бар ма деп ойға аттым. Асан жай ғана тізгінде болмады, оның барлық бойын тәтті етіп сүйіп сезімге ерік беріп жатты. Видеоның соңғы минуттарында әйелі тізгінді алып, өзі жалғастырды.
Асан айтады: Фирузе, бұрынғыдай қысып берші деп. Сол сәтте әйелі шамасы қысқан болуы керек. Асан есі танып аспанға қарап дыбыстады. Мен осы видеоны көріп, өзімнің минустарымды да көрдім. Алайда маған осылай опасыздық жасайтындай мен не жаздым. Келесі күні Асанмен отырып сөйлестім. Видеоны көрсеттім. Ол түсіріп алғанын білмеген, шошып кетті. Мен қону үшін бармадым. Үйге оқудағы балдарымыз каникулға келді. Әкесін сағынды. Ең болмаса балдар үшін келіп қонбайсың ба деп болмағасын бардым. Сол күні маған өзі жабысты, аяғыма жығылды. Мен де әйелмін, мен де шөлдеп жүрмін деп табаныма жығылды деп неше түрлісін айтып ақталып жатыр. Біз әлі біргеміз, бірақ арамыз бұрынғыдай емес, және болмайтын да секілді. Бірақ қай уақытта екеуміз екі жаққа кететінімізді ешкім білмейді.